Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Хайперген Жадыра. Бүгінгі видеода осындай виртуалды әлемді қалай құрастыруға болады, соны көрсететін боламын. Егерде қызықтырса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Өздеріңіздің әріптестеріңізбен, достарыңызбен осы видеоны бөлісе отырып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар, және де комментарийге маған құттықтау жаза кетсеңіздер де болады. Өйткені осы компьютермен жұмыс атты YouTube каналым монетизацияға қосылды, яғни қазіргі күннен бастап менде YouTube арқылы табыс табу мүмкіндігі бар. Сол үшін баршаңызға менің тұрақты көрерменім болғандарыңыз үшін көптен көп рахметімді айтқым келеді. Ал енді жұмысқа кірісейік. Негізі мына сюжеттің артында жаңа жыл туралы ән шырқалып жатыр. Мен оны басып тастағанмын, себебі авторлық құқық деген бар, оны ереже бойынша бұзуға болмайды. Негізі алдындары 3D куб жайында видеолар шығарған болатынмын. Сол видеода толықтай осы жаңағы жасанды интеллект туралы негізі айтып кеткенмін. Бұл видеода қатты толық ашып айтпай қояйын, қайта-қайта, өйткені уақыт өте ұзап кететін болады. Сол үшін баршаңызға таныс CoSpaces деген жасанды интеллектке кіреміз, проекты, создать проект деп өзіміздің жобамызды бастаймыз. Алдыңғы видеоларда қалай тіркелу керек, қалай мынандай 3D кубты жасаймыз, соны барлығын көрсеткен боладымын. Қайта-қайта көрсетпей қояйын. Алдыңғы видеолардың сілтемесін описанияға жаза кетемін. Сол жерден көрсеңіздер болады. Создать проект дегенді басамыз. 3D окружение деген жерде CoSpace деп тұр. Бірінші болып соны таңдаймыз. Одан кейін төменде библиотека загрузить окружение деп тұр. Окружениеге барамыз, редактировать деген таңдаймыз да. Осы жерде өзімізге керекті бір кеңістікті таңдаймыз. Енді қазір жаңа жыл келе жатыр ғой деп мен қыс мезгілін таңдап жатырмын. Ал былайынша жайлауды таңдап көбісі жаңағыдай қазақы нақыштағы мультфильмдерді құрастырып жатады. Енді мынау дәл ортада тұрған камераның объектісін мышканың сол жағын шертіп, delete деген батырманы басып өшіріп тастаймыз, өйткені бізге бұл қажеті жоқ. Енді төмендегі библиотека дегенге барамыз. Жаңа біз окружение деген бастық қой. Соңғасынан библиотека деп тұр. Соған барамыз. Осы жерде адамның объектісі бар, жануарлар бар, көліктер бар, әртүрлі блоктар, әртүрлі мебельдер, природа дейді, яғни шөптердің талдардың түр-түрі бар. Қазір біз мына жерде природа дегенге барып, әдемі елканың объектісін тауып алайық. Ол үшін оң жақ шеттегі стрелканы басамыз. Сол кезде жылжиды. Мына елканы аламыз да, мышканың сол жағын басып отырып, жылжытып әкелеміз. Және елканың үстіне бір рет шерткен кезде мінекей 4 түрлі фигура шықты ғой. Соның оң жақ төменгі бұрыштағы фигурасын мышканың сол жағын басып отырып, жылжытатын болсаңыздар, үлкейіп кішірейетін болады. Мынау сол жақ жоғарыдағы вращение дегенді бассаңыздар, мінекей дөңгелек фигуралар шығады жан-жағынан. Осыны басып отыру арқылы фигураны жылжытуға болады, иә. Мінекей жанында градус көрініп тұрады. Қазір мінекей елканы әдемілеп қойдық. Енді келесі объектіге көшейік. Енді төмендегі персонаж дегенге барсаңыздар, адамдардың несі шығады, объектісі шығады. Осының ішінде қалың киінген, зимний киініп алған адамдарды іздесеңіздер болады. Мінекей мына жерде шықты, мінекей бір қыз, бір бала. Осыны просто мышканың сол жағымен басып отыру арқылы жылжытып апарамыз. Мінекей үлкейтеміз. Екінші адамды да тоже апарайық. Мінекей оны да үлкейтеміз оң жақ төменгі бұрыштағы фигура арқылы. Енді қасына аяз атаны да қоюға болады, ақ қаланы да қоюға болады, яғни қыс мезгіліне қатысты мінекей әртүрлі объектілерді алып қоямыз. Біз мұнда қандай объектіні қойсақ та, адамның болсын, машина болсын, жануар болсын мейлі, оған жасалынатын өзгерістердің барлығы бірдей жүзеге асады. Яғни жаңа біз шыршаға қандай өзгерістер жасадық, осыны ақ қалаға да, адамдарға да дәл сондай өзгерістерді жасаймыз, орнынан қозғалтамыз, көлемін үлкейтеміз деген сияқты. Бірақ бір ерекшелігі жануарлар мен адамдарға және мынау ақ қалаға біз анимация бере аламыз. Мысалға мынау қазір көрсетемін, яғни ақ қаланы орналастырып алайын былай.
Айтпақшы, мен бір нәрсені көрсетпей кетіппін. Кез келген объектінің үстіне басқан кезде, оң жақ жоғарыдағы фигураның үстіне басқан кезде, мынау ненің үстінен, объектінің үстінен үш жаққа қараған стрелка шығады. Жоғарыға, оңға, солға. Мінекей, осында сары стрелканы мышканың сол жағымен басып отыру арқылы жылжытсаңыздар, алға, артқа, жоғарыға, төменге, оңға, солға деген сияқты осылай жылжытуға болады. Мінекей, әр объектіні қызыл стрелканы басып солға жылжытамыз, сарыны басып алдыға, артқа деген сияқты. Вот, кез келген объектіні осылай орнынан қозғаймыз. Егерде видеом сіздерге ұнап жатқан болса, онда лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазір енді әрбір объектіге анимация қоюды көрсетейін. Мысалға, бір объектіні таңдаймыз да, мышканың оң жағын басамыз, анимация дегенді таңдаймыз. Осы жерде әртүрлі анимациялар бар. Мына жерде осы анимацияны жоғарысы тұр ғой, қара болып. Осыны мышканың сол жағын басып отырып жылжытсаңыздар, мына текст бәрін былай жылжытуға болады. Сол кезде мынау адамда қандай анимация жүріп жатыр, соны көре аласыздар. Мінекей, әрбір анимацияның үстіне шерткен кезде мынау көрсетіп отырады өзі. Яғни әшейін тұр, мысалы мына жерде. Мынау жаймен шаңғы теуіп келе жатыр. Мынау былайынан құлап жатыр деген сияқты. Мынау мінекей жоғарыдан төмен қарай келе жатқан сияқты. Әртүрлі осындай анимациялар бар. Және де әрбір объектіге текст жазып қоюға болады. Төбесінде әртүрлі тексттер шығып тұрады ғой. Оны жазу үшін мындағы анимацияның үстінде голос деп тұр ғой. Соған барамыз. Введите текст деген жерге керекті текстті жазамыз. Мысалға, мен сырғанап барамын деп жазайық та, сказать дегенді басамыз. Сол кезде осы объектінің үстінен жаңағы текст шығып тұрады. Дәл осылай басқа объектілердің барлығына анимациямен осындай голосты беріп қоямыз, яғни текст жазып қоямыз. Енді мына жерде библиотеканың жанында окружение деп тұр ғой, соған барамыз. Фоновый звук деген жерде музыканың значогын басып, керекті музыканы таңдап, открыть дегенді басамыз. Мен жаңа жыл туралы музыканы қойдым. Авторлық құқық болғандықтан дауысын қазір шығармаймын. Мына жерге өзінің айналып загрузка болғаннан кейін, толғаннан кейін, оң жақ жоғарыда запустить дегенді бастаңыздар, уже музыка ойнай береді. Оң жақ жоғарыда ең біріншінде запустить деген тұр, штоп, соны басамыз. Кішкене загрузка жүреді. Мінекей, біздің жаңағы неміз виртуалды саяхатымыз мінекей уже енді дәл қазір музыка ойнап жатыр. Мышканың сол жағымен басып отырып, жан жақтың барлығын осылай көре алатын боламыз. Енді осыған мынадай нәрсе қосуға болады. Мына жерде загрузить деген бар библиотеканың жанында. Осы жерден 3D модельді өзіңіз қалаған, соны қосуға болады. Оны қалай қосу керек, мен өткен видеода барлығын көрсеткенмін. Ол видеоның сілтемесін описание бөліміне қалдырамын. Енді окружение дегенге барсақ, осы жерге как будто қар жауып тұрған сияқты кішкене эффект беруге болады. Эффект деген жерде мінекей қардың, жаңбырдың, кішкене көбік болып жатқан, жапырақ төгіліп жатқан деген сияқты 5 түрлі жерде эффекті бар. Соның кез келген біреуін таңдауға болады. Давайте енді библиотекаға барамыз. Осы жерде блоки деген жерде текст жазатын орын бар. Соны таңдайық та, осы жерге бір текст жазайық. Мінекей блокиға кіреміз. Бұл жерде 3 түрлі текст жазатын әдемі формулочкалар тұр. Мышканың сол жағын басып отырып жылжытамыз. Мышканың оң жағын басамыз. Текст деген жерге барып, керекті текст жазамыз. Мысалға, жаңа 2025 жыл деп жазамыз да, просто X-ті баса саламыз, и осы жерде біздің текстіміз дайын болады. Енді осының жанында материал деген тұр, соны бассаңыздар, осы тексттің түсін ауыстыруға болады. Текстура деп тұр, немесе цвет деген таңдап, осы екі жердің біреуінен түстерді таңдасаңыздар болады. Просто таңдайсыздар, X-ті басасыздар. Осы барлық жұмыс аяқталғаннан кейін, оң жақ жоғарыда поделиться деген тұр. Осыны басамыз, тағы да поделиться дейміз. Поделиться ссылкой. Мына жерде название деген жерге осының атауын берсеңіздер болады. Одан кейін төмендегі поделиться ссылкой дегенді басамыз.
Енді тағы да поделиться дегенді бассаңыздар, сіздерге QR код және код шығарады. QR кодты скачать етіп алсаңыздар болады. Солай жаңағыдай ортақ чаттарға жіберсеңіздер, және ішінде код бар. Осы кодпен QR кодты пайдалану арқылы басқа адамдар көре алады, және мына жерде прямая ссылка деп тұр. Осыны копировать етіп, былай чаттарға жіберсеңіздер, осыны өздері копировать етеді, браузерге вставить етіп, мына жерге қазір мысал қылып көрсетемін. Осылай басқалар да көре алады. Осы QR кодпен және мынау тұрған парольмен қалай көруге болады, яғни басқалар қалай көре алады, ол туралы мен өткен видеода айтып кеткенмін. Негізі осы жаңағы CoSpace-қа, 3D кубикқа байланысты басқа да видеоларым бар. Описанияда тұр сілтемесі. Оларды міндетті түрде көрсеңіздер екен деймін да, өйткені барлығы бір-бірімен тікелей байланысты. Сондықтан сол сілтемеге өтіп видеоны көруге кеңес беремін. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, басқа да әріптестеріңізбен осы видеоны бөлісе отырыңыздар.